Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезек шығарылым. Біз бүгін жеңілдікпен тіркеу мәселесіне тоқталамыз. Қандай көліктерді жеңілдікпен тіркеуге болады, ол үшін қандай құжаттар керек, не істеу керек деген сұрақтарға жауап берем. Алдымен қазірге дейін белгілі тіркеудің шарттарына тоқталайық. Ең бірінші, тіркелетін көлік Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кіргізілген, яғни осы уақытқа дейін шекарадан өткен болуы шарт. Екінші шарты, криминалдық есеп бойынша іздеуде жоқ болуы керек. Ол жақта іздеуде болмауы керек. Сосын заң немесе сот тарапынан шектеулері жоқ дейді. Немесе кепілде жоқ деп айтуға болады, қарапайым тілмен айтқанда. Ол қалай болуы мүмкін? Көлікті сол жаққа ломбардқа немесе банкқа кепілге қойып несие алынған болуы мүмкін, немесе иесі ол жақта несиесін немесе салығын уақытылы төлемеген жағдайда ол көліктерге де шектеу қойылуы мүмкін. Мәселен, Ресейде ол арестте болады, иесінің қарызы үшін арестке қойылады, сол үшін оны тізімнен, яғни есептен шығару мүмкін болмай қалады. Көліктер ол жақтан белгілі тәртіппен есептен тізімнен шығарылуы керек. Бұған қазір ерекше тоқталамыз, оның өзінің бір ерекшелігі бар екен. Сосын көліктің рөлі сол жағында болуы тиіс. Сосын кедендік тазартудан өткен көліктер. Бұның да бір ерекшеліктері бар. Жаңағы кедендік тазартуға сәлден соң қайтадан ораламыз. Және иелерінің тіркеу немесе құқық белгілейтін құжаттары бар дейді. Бұны қарапайым тілмен айтқан кезде ол көліктің сіздікі екенін дәлелдейтін құжат болу керек. Мысалы, анау техпаспорт бар ғой сіздің қолыңызда. Сол техпаспортта жазылған адаммен жасалған келісімшарт, сатып алу туралы келісімшарт, немесе сол адамнан сіз сенімхат алуларыңыз керек. Енді бұл жерде ол түсінікті жағдай шығар. Мысалға, Мәскеуде тұратын Иванов Иван Ивановичтің машинасын егер сізде ешқандай да белгілі ол көлікте сіздікі екенін дәлелдейтін құжат болмаса, сіздің атыңызға қалай тіркей салады? Ертең ол көлігім жоғалттым деп ар жаққа заявление жазатын болса, оны іздеп Қазақстанға тауып келетін болса, оны ішкі істер министрлігі заңсыз жолмен есептен шығарылғаны дәлелденіп қалады ғой. Сондықтан ішкі істер министрлігі осы мәселені курировать ететін, ондай мәселеге жол бермейді. Енді бұл жерде мен ішкі істер министрлігінен сұхбат алдым осы аптада. Ол бойынша бірнеше ерекше мәселелерге мән бердім. Біріншісі, 88 мың көлік былтыр воздухта деп айттық қой, Ресейде тіркеуден шығып қалған. Ол көліктердің тағдыры не болады деп сұрап едім. Қазір осы мәселені біз қазір шешіп жатырмыз деп айтты. Яғни бұл көліктерді есептен шығару үшін немесе бұрынғы иесін міндетті түрде табу керек. Ол техпаспортта кімнің атына жазылған табу керек. Сосын ол кісіден сенімхат немесе басқа нәрсе алып, қайтадан есепке қойсып қайта шығартамыз ба, немесе сол есептен шыққан күйі Қазақстанға тіркеуге қою мүмкіндігі бола ма дейді. Осы мәселені қазір толық зерттеп жатырмыз, әлі нақты белгісіз деп айтты. Жалпы ішкі істер министрлігі арнайы қаулы әзірлеген екен. Ол өтіп сол сайтына ішкі істер министрлігінің өздеріңіз толықтырып оқысаңыздар, өздеріңізге қызықты мәселелерді оқысаңыздар болады. Мен қазір астына сілтемесін қалдырам. Сол сайтқа өтіп ішкі істер министрлігінің өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе ойларыңызды толықтыру жазсаңыздар болады. Олар міндетті түрде үкіметке енгізілгенге дейін ескереміз деп айтты халықтың берген пікірін. Сондықтан да өз беттерімен шешім қабылдамасын, біздің де ойымыз ескерілсін десеңіздер, жаңағы сілтемеге өтіп өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады, және толығымен оқысаңыздар болады. Ал есептен шығаруға айтылды ғой, жаңа 88 мың көлікті сұраған кезімде ішкі істер министрлігінің қызметкері мынандай мәселе айтты. Әр көлікті шығару үшін ол көліктің иесі сол елге барып есептен шығарып келудің қажеті жоқ екен. Аталған көлік құралдарын Қазақстан азаматтары онлайн түрде Ресейден шешу үшін амалдар ойластырып жатыр. Бізде ЕАЭС-те қазір ЕПТС деген болады, қазір біздің един ортақ базамыз болады. Сонда ұстап қазір кісілердің барлығын шетелге жіберуге шыны керек, 400 мыңға бола шетелге жібермейсіз ғой. Сондықтан максимум тіркеуге тырысамыз. Мына мәселені ескеру керек. Жаңағы
ішкі істер министрлігінің қызметкері айтып отырған ортақ база ол Евразиялық экономикалық одақ елдерінде ғана жұмыс істейді. Армения, Белоруссия, Қырғызстан, Ресей, Қазақстан осы 5 елдің арасында ғана жұмыс істейді. Егер сіздің көлігіңіз Грузиядан, не болмаса Монғолиядан, басқа елден әкелінген болса, онда есептен онлайн шығару мүмкін болмайды. Жаңа онлайн шығарамыз деген базаның өз әлі толық жасақталып болған жоқ. Оны істей ме енді жүзеге асырамыз деп отыр ғой. Оның істей ме екені нақты белгісіз. Ал Еуразиялық экономикалық одақ еліне жатпайтын елдердің көлік иелері үшін міндетті түрде есептен сол елге барып шығарып алып келу міндетті болады. Екінші мәселе, Армениядан келген сары нөмір таққан көліктер бізде өте көп. Яғни ол Арменияда Қазақстан азаматының атына тіркелген, сосын Қазақстанға келіп оған екінші рет техпаспорт беріліп сары нөмір таққан көліктер. Бұл көліктерді қазір нақты қалай тіркейтін жолдарын тағы да жаңа жылға дейін шешеміз. Ол көліктердің барлығын тіркеуге қоямыз деп айтты. Бірақ та оның процедурасы басқаларға қарағанда сәл өзгеше болады. Себебі оның осы күнге дейін екі мемлекеттік нөмірі, екі техникалық құжаты бар ғой, екі мемлекеттен алынған, біреу Қазақстаннан алынған сары нөмірі, біреу Арменияның нөмірі. Сондықтан ол мәселені қалай шешетінімізді қазір Армения үкіметімен бірлесіп шешіп жатырмыз деді. Тіпті ол көлік иелері жаңағы Арменияға барып келуі міндеттелуі мүмкін. Бірақ максимально жеңілдетеміз деп енді түсіндірді. Қалай болатынын енді көреміз. Экологиялық стандарт бойынша қазір көбі өткенде бір ақпарат тарап кетті, негізі Евро 4-тен жоғары болу керек деп. Бұл мәселе әлі толық шешіліп болған жоқ, дегенмен экологиялық стандартқа қарамаймыз деп отыр ішкі істер министрлігі. Заңдастыру аясында экологиялық класс санатына сонымен қатар экологиялық алым алынбайды. Сондықтан аны Евро 2, Евро 3, Евро 4 көлік құралдары шығарылған жылына қарамастан заңдастыруға жатады. Егер де құжаттар болса, барлығы болса, біз евро санатына қарамаймыз. Бұл жерде мына мәселеге көңіл аударғым келіп тұр мен. Бұған дейін жаз кездерінде естеріңізде шығар, ресейліктер келіп Қазақстанның автосалондарынан жаппай жаңа көліктерді алып кетіп жатыр дедік қой. Ал біз осы жолы олардың ескі көліктерін, тіпті Евро 2, Евро 1 стандарттағы ескі көліктерін өзіміздің атымызға тіркеп алайын деп жатырмыз. Сонда бұл біздің автопарктың керісінше ескіруіне алып келетін мәселе сияқты. Дұрыстап ар жағын ойланатын болсақ. Жоғарыда айтылған талаптардың ішінде кедендік тазартудан өткен мәселе, кейінірек тоқталамын дедім ғой, соны айтып өтейін. Бұл жерде тағы да Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі кедендік одақ қой. Осы елдердің біріне кіргізілген кезде олар кедендік баж салығын, яғни кедендік тазартудан, растамошка деп айтады ғой, қарапайым тілмен айтқанда, сол төленеді. Оның өзінде 2015 жылдың қыркүйек айынан бастап қойдым, Армения өздерінің азаматтары жақсы көлік алу үшін, жақсы автопаркін жаңарту үшін осы растамошканы біраз арзандатып тастады. Одақ елдерінен рұқсатын алып, біз ортақ төлемеміз сәл арзандау төлесін деп. Сондықтан ол 15 жылдың қыркүйегі қателеспесем, содан кейін Арменияға кіргізілген көлік болса, сіздің мініп жүргеніңіз, онда растамошкасы біздің кедендік одаққа толық төленбеген, белгілі бір мөлшері ғана төленген. Ал бізде жеңілдікпен есепке 200 мың теңгемен есепке алу үшін ол растамошка толық төлену керек. Сонда Арменияда 50% ма 70% ма төленді, сіз қалған 30%-ын төлеуге міндеттелесіз. Бұл бір. Бұдан бөлек Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен емес, басқа жақтан алып келген көліктер болса, оған толық растамошканы төлеу керек. Оны жолдау кезінде президенттің өзі де айтқан болатын, іздеуде жоқ және кедендік тазартудан өткен деп, яғни растамошкасы жасалған көліктер деп айтқан. Сонда Ресей, Қырғызстан және Белоруссия, Армениядан біраз жеңілдік болады, ал үшінші елден, басқа елден алып келген көліктерді 200 мың теңгемен есепке қою үшін алдымен растамошкасын төлеу керек. Ал растамошка арзан нәрсе емес, міне көріңіздер. Шетелден сол автокөлікті қанша теңгеге сатып алған
немесе долларға сатып алған жөнінде барлық құжаттарды тіркеп, банктік құжаттарын, инвойс барлығын тіркеу керек. Сонда сол сатып алған кедендік құнына байланысты ары қарай оның кедендік төлемдері де анықталады. Яғни орта есеппен алғанда ондай кедендік төлемдер осы сатып алған бағасынан 25-27% мөлшерінде орта есеппен құрайды. Барлық сұрақтарға толық жауап бере алдым деп ойлаймын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыз. Сол жерде жауап берем. Не болмаса, тағы бір сұрақтар көп болатын болса, тағы бір шығарылым жасаймын. Аман болыңыздар. Автокөлікке қатысты мәселелерге, автокөлікке қатысты жаңалықтарға қызығушылық білдірсеңіз арнаға жазылыңыздар. Осы жерде барлығын айтып түсіндіріп отырамын.